Мұнай мен газ қор бойынша әлемдегі ең ірі кеніш саналатын Батыс Қазақстан облысындағы Қарашығанақ кен орнын игеруге жұмсалған инвестиция толығымен қайтарылды. Таяу жылдардың еншісіндегі ең басты мәселе өндірілген өнімнен түсетін пайданы бөлудің жаңа жүйесін жасақтау болатын. Яғни ендігі жерде кеніштен алынатын пайыздың 80% қазақстандық тарапқа бағытталмақ. Бұл туралы Орал қаласында жерасты байлығын игерушілермен кездескен мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин мәлім етті. Бұған қоса қазіргі таңдағы ең түйткілді мәселе қазақстандық үлесті арттыру бағытында кешенді шараларды қолға алу. Қарашығанақ жобасына қатысушы қазақстандықтардың саны берлі жарым екендігі анық. Министр ендігі жерде жобалау кезеңінде отандық өндірушілердің әлеуеті ескерілетінін атап өтті. Сонымен қатар жаңа тендер саясаты жасақталып, келісімдерге өндірілетін өнім мен қызмет көрсетудің пайыздық көлемі нақты көрсетілетін болады. Елбасының тапсырмасы бойынша соларға жұмыс көрсететін, соларға керекті жабдықтар шығаратын мекемелер және зауыт болсын, цехтар болсын, сондай кластер құру керек екендігі соңында айтылып шықты. Бүгін сондай тапсырма.